бұл жолға келудің өзі мен үшін ең бірінші ата-анамның маған берген ақ батасы. Әр бала ата-анамның алдындағы парызын өтеуге тырысады. Менің де ата-анам менен үлкен үміт күтіп, бір еліміздің жақсы ұстазы болса деп армандады. Мен бүгін осы күнге жеткеніме қуаныштымын. Ең бірінші ақ бата алғаныма. Екінші, әрине, отбасымның маған деген қолдауы. Білесіздер, ұстаздық мамандық ешқандай уақытты үнемдемей, күн демей, түн демей баланың жанынан табылып, солардың біліміне өзінің уақытын аямайтын жандар ғой. Мен де осы ұстаздық жолында отбасыма үлкен рахметімді айтам. Келесі әрине менің екінші отбасымдай болған менің білім ордам. Мектеп басшымыздан бастап әріптестеріме дейін маған ылғи қолдау көрсетіп, осындай биік шыңға жетуіме әрдайым көмек қолдарын созып отырады. Сондықтан да мен ең бақытты ұстазбын. Жас маман ұстаз болып мектепке келген кезде осы ұстаздық жолдан бақыт табам деп келу керек. Алып отырсам деген. Енді менің жас мамандарға айтатын ең бірінші менің айтқан ұстанымым, ұстаздық жолды жүрегіңіз қалап таңдағаннан кейін соның қызығы мен қиындығын шыдап, өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды аямай, баланың жан жүрегіне жол таба білсеңіздер, онда сіздер нағыз ұстаздықтың шебер биігіне көтерілесіздер. Ал егер өздеріңіздің уақыттарыңызбен санасып, білімдеріңізді, ізденіс жолдарыңызды қалыптастыра алмасаңыздар, онда одан нәтиже күтпейді. Сондықтан да жас мамандар сіздерге айтатын тілегім, уақытты аямайтын, біреудің бақытын аялайтын нағыз шебер ұстаз болыңыздар. Сонда жақсы нәтижеге жетесіздер. Осы 24 сағат бойында ұстаз екенімді ұмытпай, әрдайымда тәжірибемде соларды жаңартып қолданып отыруды мен өзімнің ұстаздық парызым санаймын. Бұл білімділер алаңы ойыны оқушылардың алған білімдерін тиянақтауға және де жаңадан игеріп жатқан білімдерін пысықтауға арналған тапсырмалар жүйесі құрылған. Бұл 8 тапсырмадан тұрады. Сабақтың өн бойында басталу кезеңінен бастап соңына дейінгі тапсырмалар жүйеленіп берілген. Балалардың өмірмен байланысты сұрақтарына жауап іздеуге және де ізденімпаздыққа, білімді өздігінен игеруге, сыни ойлауға бағыттайтын тапсырмалар оқушылардың осы алған білімдерін өмірде нақты қолдана алуға бірден-бір септігін тигізетін интеллектті ойын деп айтуға болады. Білімділер алаңы ойынына 4 оқушы шығады. Бұл жерде 4 оқушының алдында 8 ұяшықтан берілген. 8 ұяшықтың тапсырмасы балаларды сыни ойлауға жетелейтін ойлан тап бөлімі, және де сөздің сырын ұғынуға сөз сыры, балалардың сыни ойлау қабілеттерін дамытуға қара жәшік бөлімі, және де бейне сұрақ, сырттан қойылған сұраққа жылдам ойлы жауап беру үшін бейне сұрақ ұяшығы, және сөз иесін тап, ол сол пәннен, сол сабақтан игерген білімді еске түсіру тапсырмасы болып келеді. Және де суретті ой. Бұл жерде балалардың ойлау, болжау қабілеттерін дамытатын тапсырмалар, және тарихи мекен деген бөлімде сол автордың, сол тұлғаның бүгінгі өмірдегі болмысын, немесе сол бүгінгі өмірдегі ескерткіші қай қалада, немесе бүгінгі өмірде ол жайында жазылған қандай ғылыми еңбектер бар, сол жайында балалар ізденіп, өздерінің жауаптарын ортаға салады. Сондықтан да бұл ойынның бір тиімдісі балалар шешен сөйлеуге, ойын ұшқыр жеткізуге, және де өздерінің сұрақтарын дайын күйінде емес, өздігінен ізденіп табуға ұмтылатын бір балалардың интеллектілік қабілетін дамытуға бағыттайтын ойын деп айта аламыз.